Көп. Оның бір түрі тиімді несие бағдарламасы. Мысалы, аграрлық несие корпорациясы биыл қостанайлық шаруаларды несиелендіру үшін 19 миллиард теңге бөлді. Осының арқасында Қарабалық ауданында етті майлы қой тұқымы 5 мыңға жетті. Ақбедай агро серіктестігі Еділбай және Қылшық жүнді қой тұқымын өсіруді былтыр бастап селекциялық жолмен алынған асыл тұқымды мал солтүстіктің ауа райына тез бейімделді. Өсімтал түліктен алынатын өнім көл көсір екені талас туғызбайды дейді шаруалар. Қыста туа береді. Басқа мал сияқты оны жаңағы типляққа қойып, ондай машақат аз да, берекелі мал. 4 ай 5 ай шамасында 60-70 килограмм таза салмақ ет беретін. Ең жоғарғы көрсеткіш 170 килограммнан асқан тірі салмағы ол біздің қошқарларымыз. Қарабалықта Шопан ата төлігі аграрлық несие корпорациясының қолдауымен көбейіп жатыр. Ұсақ мал санын арттыру үшін серіктестік былтыр 151 миллион теңге кредит алса, биыл тағы 200 миллион теңгеге өтініш жіберген. Басты мақсат етті тұқымды малмен Қостанай облысын ғана емес, бүкіл республиканы қамту. Бізге берілген несие өте тиімді, кепілдік талап етілмейді, рәсімдеу құжаттары аз. Осының бәрі қой шаруашылығын дамытуға, тұқым түрін жақсартуға жол ашады. Ауылдағы бизнестің дамуына корпорацияның тікелей несиесі де несиелік серіктестіктер арқылы берілетін қаржысы да септігін тигізіп жатыр. Қостанай филиалы 2022 жылы 19 миллиард 700 миллион теңге сомасына 564 жобаны, соның ішінде 76 миллион 225 мың теңге сомасына ұсақ мал өсіруге 10 жобасын қаржыландырды. Жыл соңына дейін аграрлық несие корпорациясы отандық шаруаларды қолдауға 350 миллиард теңге бағыттамақ. Данияр Сұлтанұлы, Ремек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.